I don't know why I keep moving my body. I don't know if this is wrong or if it's right. I don't know if it's the beat or something's taking over me. And I just know I feel so good tonight. I don't know what you came to do, but I wanna do it with you. And I just know I feel so good tonight. Oh, if we keep on dancing, take the rhythm to new heights. Feel the heat of passion, baby, light up the night. It's all so good. I just know I feel so good tonight. I don't care if this turns into a riot. Let's get reckless, tear this place down to the floor. Turn the music way up loud. Ain't nobody stop us now. I just know I feel so good tonight. Oh, I just know I feel so good tonight. Hoş geldinizler. Kızık Tanış бағдарламасы Шымкентте. Қадірмен достар, негізінде айта кететін нәрсе Шымкент рекордтар қаласы. Рекорд, қандай рекорд? Мысалы, бүгін керемет рекорд қойылды деп ойлаймын, құрметті достар. Алғашқы рет Қазақстанда, алғашқы рет Еркебұлан. Қандай? 20 мың адам, 20 мың көрерменнің қатысуымен телевизиялық бағдарлама түсірілуде. Қошеметтеріңіз. Керемет, рекорд құтты болсын. Одан кейін қандай рекорд? Тағы да керемет рекорд болды бүгін. Шымкентте, шымкенттіктер 1000 килограмм, яғни 1 тонна бауырсақ пісіріп, Гиннес рекордын жаңартыпты, білесің ба? Тоқта, Гиннес рекордын жаңартты. Гиннес рекордын жаңартты. Оған дейін ол рекордты кім қойды сонда? Алматыда біреулер 750 килограмм бауырсақ пісіріп рекорд жасаған екен. Оны көбісі біле бермейді. Дәл сол Алматыда жасалған бауырсақты шымкенттіктер жасаған екен. Жасай бер, Шымкент! Одан кейін тағы бір рекорд орнатты шымкенттіктер. Білесің ма қандай? Қандай рекорд? Қонақ күтіп алудан рекорд орнатқан ғой. Қонақ күтіп алудан? Иә. Қалай сонда? Астанадан қонақтар келген. Астанадан келген. Шымкенттіктер күтіп алған. Одан кейін шығарып салған. Астаналықтар Астанаға баратқан кезде шымкенттіктер самолетпен барғанда сояқта барып, астаналықтар өздері қонаққа күтіп алған ғой.
Міне осындай қонақжайлық болған үшін рахмет шымкенттіктер. Және де құрметті достар, дәл қазір менің ойымша онлайн түрде тағы бір рекордты орнататын кез болып тұр. Құрметті достар, дәл қазір осы сахнада қошеметтен рекорд жасап көрейік. Оны қалай істейміз, оны былай істейміз, құрметті көрермендер, құрметті достар. Қазір біз қызықтаймызды Шымкентте деген кезде барлықтарыңыз қызықтаймыз деп айтасыздар. Қызықтаймыз Шымкентте? Тамаша, Ендеше енді кеттік. дайын болыңыздар, кеттік. Марат әдеттегідей селфи жасайды. 1, 2, 3. Қызықтаймызды Шымкентте біз бастаймыз, құрметті достар. Марат, көптеген жерде Шымкент сөзін жалпы шым деп қысқартып алады. Шым дей салады. Қайда болдың? Шымда болдым дейді. Аха. Қайда бара жатсың? Шымға бара жатырмын дейді. Немесе немен ризасың десе, шыммен ризамын дейді. Шым деген сөздің мағынасын білесің бе өзің? Мен біле білмеймін. Кент деген сөз негізі мекен, Мекен. қала деген мағынаны білдіреді. Ал шым? Дәл қазір ендеше шым деген сөзді әріпке әріп талдап көрейік. Талдап көрейік. Ендеше құрметті достар, шым. Экрандарға назар аударыңыз, ал біз мына жерден қарап тұра береміз, е? Мысалға? Шым мысалға шырайлы, ыстық мекен. Тамаша, тамаша, е? Аха. Немесе былай. Шілей ыстық мекен. Шілей ыстық. Иә. Немесе шаңырағы ырысқа мол. Немесе былай болады. Шумашедший, стремительный, молодежь. Шапалағымен ынталандыратын мықтылар. Немесе шегені ыстып майыстыратындар. Немесе шалдары страстный мачо. Қысқаша айтқанда Еркебұлан, Шымкентте ылғи мереке! Мереке құтты болсын. Құрметті достар, қошеметтеріңіз қане, осы сөзге келсеңіздер ме? Шымкентте ылғи мереке! Ендеше қадірмен достар, дәл қазір Шымкент қаласының әкімі Әбдірахымов Ғабидолла Рахматоллаұлын сахнаға шақырамыз. Қошеметтеріңізбен, құрметті достар, қолдап қояйық, кәнеге. Құрметті достар, Ғабидолла Рахматоллаұлы, Шымкент қаласының әкімі, қошеметтеріңіз. Ғабидолла Рахматоллаұлы, дәл қазір сізге бір-екі сұрақ қойсақ, қарсы емессіз бе? Бастаңдар онда. Жарайды, онда ендеше құрметті достар, бұл таза экспромт. Сондықтан қошеметтеп қолдап қойыңыздар, біз бастаймыз. Кеттік. Ғабидолла Рахматоллаұлы, негізінде Шымкент қаласы өзі аңызға айналған қала, оның тұрғындары да аңызға айналған, сонымен қатар сіз туралы аңыздар да көп. Солардың бірі мынадай. Мысалыға, халықтың айтуы бойынша, қала әкімі қаланың әрбір түкпірін, әрбір көшесін, әрбір бүге шегесін біледі дейді. Сол рас па? Жоқ, ол рас емес. Ол шын десең. Шымкент үлкен қала, ол барлық жерді көру үшін біраз уақыт керек. Не деген қарапайым әкім, құрметті достар, Ғабидолла ағамыз, не деген қарапайым, Дегенмен, аңыз ба, сондықтан бұл аңыздың рас па, өтірік пе екенін дәл қазір шағын эксперимент арқылы тексеріп көрсек, қалай қарайсыз? Көрейік енді ақыр. Жалпы эксперименттің шарты бойынша мына экранда қазір белгілі бір нысанның бөлшегі көрсетіледі. Ол дәл қандай нысан екен бөлшек арқылы сіз табуыңыз керек. Дайынсыз ғой? Яғни мына экранда белгілі бір нысанның бөлшегі көрсетіледі, содан кейін кеңейтіледі. Иә, кеңейтіледі. Қандай нысан екен біз бірге табамыз. Ендеше қошеметтеріңізбен бастаймыз. Алғашқы Бұл разметка. И мынау біз қазір анау жолдың қауіпсіздігіне байланысты светящий разметкаларды қойып отыр. Бұл Тауке хан даңғылдағы разметка бұл. Бәрекелді. Үлкейтіп көрейік, кәнеге, үлкейтіп көрейік. Иә, Тауке хан даңғылы. Бірден тапты қошеметтеріңіз. Сонымен келесі сұрақ тағы бір объект, кәнеге көрейік. Мынау қай жерде? Мынау не? Мысалы үшін? Қай жер? Көмектесуге болады, құрметті достар. Бұл Бәйдібек би ескерткішін қол ұстап тұрған скипетр. Үлкейтіп көрейік, кәнеге. Дәл өзі кеттік. Келесі. Мынау енді қиынырақ болатын сияқты, қанекей көрейік. Келесі.
Мынау қай жерде тұрған скамейка? Бұл Қошқар ата. Қайдан біліп қойдыңыз? Кәне? Мен былтыр бұл скамейкаларды өзіміз қойғанбыз. Тексеріп көрейік, сол ма екен? Иә, дәл өзі. Мынау қай жерде тұрған нысан? Бұл Шымкент гостиница I love Шымкент деген сөз. Кәнеке көрейік. Тексеріп көрейік. Иә, дәл өзі. Міне. Қошеметтеріңіз достар, барлығын бірден тапты. Кәне. Дегенмен, құрметті Ғабидулла Рахматуллаұлы, нағыз шымкенттік мынандай бір сұраққа жауап беруі тиіс. Қандай? Құрметті Ғабидулла Рахматуллаұлы, өте қытымыр сұрақ, өте қиын сұрақ. Менің ойымша бұған тек қана нағыз шымкенттік жауап бере алады. Сонымен, құрметті достар, Ғабидулла Рахматуллаұлына ең қиын сұрақ. Қайсысы дәмдірек? Барноның квасы ма, Северның мороженый ма? Екеуі де дәмді. Дұрыс! Тамаша! Қошемет достарыңыз, келісесіздер ме? Келісесіздер ме? Бәрекелді. Мінекей Ғабидулла Рахматуллаұлы, мінекей дәл қазір 20 мың адаммен қауышуға бізге мүмкіндік беріп отырсыз. Бұл біз үшін үлкен сый, үлкен бақыт негізінде. Сондықтан сізге рахметімізді айтқымыз келіп отыр. Бірақ біздің де сізге деген шағын сюрпризіміз бар. Иә, басында біз ойладық, сізге не сыйласа болады деп ойладық. Бірінші ойымызға пәтер түсті ойымызға, иә. Сосын тұрдықтан Шымкенттің әрбір азаматында пәтер деген бар. Содан кейін ойладық, мүмкін сюрприз ретінде бір Мазератти ма сыйлаймыз ба деп едік, бір керемет көлік. Бірақ олды қазақтарды онымен таңғалдырамайсың, не? Иә. Сондықтан біз сізге керемет бір ерекше сыйлық дайындадық. Марат, хабарлай бер. Ол сыйлық өте керемет сыйлық. Мазератти, Феррари деген былай тұрсын. Бұл керемет тиімді көлік түрі. Оған біріншіден май құймайсыз, бензин құймайсыз, ақша жаратпайсыз, мойкаға бармайсыз. Былайша айтқанда, оны мініп жүресіз де бір жағынан денсаулығыңызды арттыра түсесіз. Сондықтан бұл әлемдегі ең тиімді көлік түрі. Менің ойымша ол сізге қатты ұнайды. Қарсы алыңыздар, Ғабидулла Рахматуллаұлына Қызықтайыз бағдарламасынан сыйлық! Соңғы модельді белсебе. Құрметті достар, барлығымыз білеміз, Ғабидулла Рахматуллаұлы бүкіл қалаға белсебет сыйлап жүр. Сондықтан Ғабидуллаға ғана біреу белсебет сыйлау керек қой. Қошеметтеріңіз Қызықтайыз бағдарламасынан керемет сыйлық. Рахмет, жігіттер. Қала күні құтты болсын. Қалай, ұнады ма аға? Өте ұнады. Және мінекей соңында тағы бір керемет сұрағымыз бар. Ғабидулла Рахматуллаұлы, Шымкент қаласын қандай бір ғана сөзбен сипаттауға болады? Бір ғана сөз. Бір сөзбен, Бір сөз. Шымкент қаласы зың. Шымкент қаласы зың. Жігіттері дың. Қошеметтеріңіз достар. Мереке құтты болсын. Ағайын. Ал біздің кешіміз жалғасады. Кеттік. Көп сөйлеп созбайық, сахнада Ең керемет эстрадамыздың жоптарының бірі. Қарақат пен Қадырәлі қарсы алыңыздар. Қошемет, Қарақат Қадырәлі. Қайырлы кеш, Шымкент! Қазақ таласының киелі қасиетті өңірінің бірі. Бүгінгі Шымкент қаласының туған күні құтты болсын! Самолет терлетіп қай жерден келдіңіздер? Естімізше гастрольдеріңіз көптен көп болып жатыр. Қаладан қалаға барып жүрсіздер, концерт қойып жүр екенсіздер. Қай жерге барып келгендеріңізді айтып өтсеңіздер. Қысқадан нұсқа. Осы жақында енді Орал қаласының, Қызылорда қаласының, тағы да көптеген қалалардың, Сәтбаев қаласының, енді міне бүгін зың қала Шымкент қаласының.
Мінекей, Қыдырәлі аға, Қарақат жеңге, біз негізінде мына 2 ай бойы сіздердің бағыттарыңызды қадағалап жүрдік. Арнайы әуе компаниясына барып, жаңағындай тексеріс жасап, былайша айтқанда. Экранда қазір барлығымызға белгілі Қазақстанның картасы. Дәл қазір Қыдырәлі және Қарақаттың қай жерде болғандығын көрейік. Иә. Қанекей, Ең жақында бірінші. ғана Оралда болыпсыздар. Одан кейін Оралдан қайда барғансыздар? Ақтауға барыпсыздар. Одан кейін Бейнеуге барыпты Қыдырәлі мен Қарақат. Одан кейін Ақтөбеге барыпты. Ақтөбеге. Одан кейін Ақтөбеден Бейнеуге қайтып келіпті. сөйтіп қайда барған? Аралға барған. Аралдан қайда барған? Қостанайға барған. Қостанайға барып концерт көрсеткен. Содан кейін кішкене демалып, Есілге барып, Есілден бірден Байқоңырға барған. Байқоңырды өтіп Қызылордаға жеткен. Қызылордадан қайда барған? Сарышағанға барған. Сарышағанға барған. Одан кейін қайдадан Байқоңырға барған. Одан Сөйткенде кейін Байқоңырда ракетаға отырғанда бірден Астанаға барған. Астанадан қайда барған? Таразға барған. Тамаша, Таразға барған. Одан кейін қайда барған? Одан кейін мінекей көрсек, Тараздан былай мәшінемен Бұрындайға барып, Бұрындайдан Қарағандыға барған. Иә, тамаша. Одан кейін Қарағандыдан Алматыға. Одан кейін Алматыдан қай жерге? Өскеменге. Өскеменнен Сарқанға. Сөйткенде екі ортада GPS арқылы өздерінің сүйікті қаласы шым деген жазуды пайда қылған. Қошеметтеріңіз! Керемет! Құрметті достар, Тамаша. және Қыдырәлі Шымкент қаласына осындай GPS арқылы керемет сыйлық жасаған екен. Қошеметтеріңіз! Енді құрметті аға жеңге, енді дәл осы керемет сыйлықтан кейін өздеріңіздің керемет әндеріңізді Шымкент қаласының тұрғындарына сыйласаңыздар. Көп рахмет. Көп рахмет! Қыдырәлі және Қарақат. Қарсаңыздар! Біз сіздерге ризамыз, қымбатты шымкенттіктер. Келесі әннің аты да Ризамын саған, барымыз бірге шырқайық. Мерекеңмен шымбалы! Көңілірек! Күлімдеп көзің, дірілдеп сезім, бақытқа мені бөлеген өзің. Сенсің деп айым, көрсетпей уайым, қорғаным болып келесің дәйім. Қасымда сені жүргенің ай, ғажап қой осы күндерім ай. Аяулы жарым, баянды бағым, ризамын саған, ризамын жаным. Көңілім қалап тапқан, адал жан жүректе толы дәрттен. Ағарман жанымыз махаббаттан, жаралған тосады бақыт алдан. Мейрамдарыңызбен! Мұң айтпай бір күн қуантып жүрдім, еркелігімді көтере білдім. Үмітті жалғай, биікке самғай, жетелеп жүрші қанатың талмай. Қасымда сені жүргенің ай, ғажап қой осы күндерім ай. Аяулы жарым, баянды бағым, ризамын саған, ризамын жаным. Көңілім қалап тапқан, адал жан жүректе толы дәрттен. Ағарман жанымыз махаббаттан, жаралған тосады бақыт алдан. Көңілім қалап тапқан, адал жан жүректе толы дәрттен. Ағарман жанымыз махаббаттан, жаралған тосады бақыт алдан. Алдарыңыздан тек қана бақыт тоса берсін. Микрофон кішкене! Бірге! Қосыламыз. Көңілім қалап тапқан, адал жан жүректе толы дәрттен. Ағарман жанымыз махаббаттан, жаралған тосады бақыт алдан. Бірге!
Қарақат пен Қыдырәлі қошеметтеріңіз. Рахмет, Заратуштра бәнд тобы. Қадірмен достар, біле білсеңіздер, Шымкент жаңа технологиялар қаласы. Иә. Негізінде жақында ғана қыркүйек айында жаңа iPhone шықты. Байқадың ба Еркебұлан? 8-ші iPhone шықты да? 8-ші, одан кейін? Бірден 10-ші iPhone шықты. 10-ші iPhone. Оны қалай атап кетті? Бірақ ол 10-ші iPhone емес, негізінде iPhone X. Иә. Және де біздің құпия агенттеріміздің айтуы бойынша бұл iPhone X-тің керемет бір тағы бір үлгісі бар. Қандай? Сонымен құрметті достар, бүгін арнайы қала күнінде жаңа iPhone-ның презентациясы. Сонымен қарсы алыңыздар, экранға назар аударыңыздар. iPhone X Шымкент Edition. iPhone X Шымкент Edition. Дәл қазір соның бірнеше функцияларымен таныстырып өтеміз. Кеттік. Құрметті достар, мінекей, сонымен мінекей. Логотип, бәрекелді. Мына Бәрекелді. iPhone X жаңа, мінекей. Міне пароль мынандай 7252. Шымкент қаласының коды, қошеметтеріңіз. Бұл смартфон таза шымкенттіктерге максимал түрде ұқсайды. Себебі смартфон тез, әрі шапшаң жұмыс жасайды, және де өте пысық. Тамаша. Одан кейін Одан кейін, құрметті достар, смартфонда егер батарейка отырып қалса, оны тістеп қайта іске қосуға болады. немесе смартфон батарейкасы отырып қалса, оны мақтап батарейкасын толтыруға болады. Қалайша? Мысалы қараңыздар. Өтөнөй, айфонның айфонның, бәрінен де мықты айфон, айфонның күштісі, айфонның мықтысы, жаным айфон. Міне асып кетеді кейде. Бәрекелді. Және де жаңа iPhone X-ке арнайы әлеуметтік желілер қосылған. Сонымен көрейік, жаңа iPhone X Шымкент Edition'де мынандай әлеуметтік желілер бар екен. Көрейік. Mail.ru, Мінекей. WhatsApp-ше, WhatsApp-ше. және Instagram. Кеттік, әрмен қарай. Одан кейін кейбір құрылғылар бар. Мысалы, ұйықтар алдында жақсы өлең тыңдағыларыңыз келсе, iTunes. Және де құрмет достар, үлкен аталарымыз, апаларымыз керемет әуендер тыңдау үшін керемет приложение iTunes. Және де жастар үшін керемет iQuns. Иә. Және де одан кейін той әуендерін жақсы көретіндер үшін Chips. Және де онша емес әндер үшін қандай? Онша емес үшін арнайы шығарылған IB. Және де құрмет достар, егер сізде ақша болмай қалып, бірақ сізге бір нәрсе сатып алу қажет болса, тағы бір керемет приложение, оның аты Gap Store. Және де қорыта келгенде, құрмет достар, жалпы iPhone XX деген әріп тек қана Шымкент дегенді білдірмейді. X дегеніміз ол сонымен қатар көбейту дегенді білдіреді. Математика тілінде көбейтуді білдіреді. Сонда құрметті шымкенттіктер, көбейейік, көп болайық, еліміздің әл ауқатын барлығымыз бірге көбейтейік. Иә, қалталарыңыздағы смартфоннан гөрі үйлеріңізде бала шағаларыңыз көп болса. Ендеше құрметті достар, керемет кешіміз жалғасуда. Дәл қазір сахнада қазақтың керемет Ерке қызы. Еш қалада жоқ, тек қана Шымкентте бар. Алматыда жоқ, Астанада жоқ. Бүгін тек қана Шымкентте бар. Қарсы алыңыздар. Ерке Есмахан! Қарсы алыңыздар. Қайырлы кеш Шымкент! Ауыл менен қала, көше менен дала, сені іздедім мен, сені ғана. Ей, ауыл менен қала, галактикада ма, тілеген іздемей табыла ма? Сен жоқсың, табамадым сені. Сен жоқсың, іздемейсің мені. Сен жоқсың, бар болсаң қайдасың? Сен кімсің, жүрсің қайда? Алматыда жоқ
қошеметтеріңіз. Ерке қалай жоқ Шымкентте, қалай жоқ? Жігіттер не болып жатыр? Ей, тізіліп алып келдім ғой, тізіммен алып келдім ғой, бәрін қарасай міне. Ей, тізіп алып қой Шымкенттің өзі. Шымкентте бар, айтыңдаршы. Бар Шымкентте, міне. Міне, тізіп алып келдім қарасай міне. Міне, нан қара, міне. Шымкентте Дұрыс бар? айтады міне. Жоқ, біз білмейміз енді бағанадан бері өздері шығып кетті, ренжімеші Ерке. Шымкентте бар деп мына. Бар. Шымкентте жігіттердің барлығын жинап келіпті. Не деген жігіттер? Өзіңіз айтып өттіңіз. Иә. Ауыл менен қала дедіңіз, пожалуйста. Ауылдікі қаланыкі. Ол қала, мынау міне. Көше Көше, дала. Көшенің баласы далада қой бағып жүрген бала. Галактикада ма? Міне. Галактикада ма? Одан кейін текст қандай еді? Тілеген іздемей табыла ма? Қоя тұрыңыз, есімің кім? Тілеген. Тілеген. Міне. Ары қарай текст қандай еді? Сен жоқсың. Стоп. Қоя тұршы. Куплеті қандай еді? Екінші куплеті неден басталатын еді? Екінші. Қазақ бекен. Қазақ бекен өзі. Қазақтың ба? Жоқ, өзбекпін. Одан кейін Өзбек екен. Қазақ бекен өзі. Ғажап бекен сөзі. сөзің ғажап па сенің? Иә, қазір. Молодец, я дейді. Қайдан білеміз оны ғажап екен сөзін? Бір нәрсе деші. Қазақпыз. Ғажап! Жарайды сендік. Міне, өзің айттың, мейлі таз болса да дедің, пожалуйста. Мейлі таз болса да. Мейлі ақша аз болса да. Пожалуйста, басында 7 кредиті бар. Сосын қалай еді? Ер жігіттің көркі, Оймен сана. Міне, Ақылды жігіт, е? Бәрекелді. Енді басынан, Ал енді не істейміз? енді ортаға тұрамыз. енді басынан бүйтіп өтіп шығасың да, барлығын көрсетіп айтып шығасың. Ауыл менен қала, акапелла. Акапелла? Көше менен дала, галактика тама, фатакататана, такафаканана. Кеттік. Жарайды. Кеттік. Ауыл менен қала, көше менен дала, сені іздедім мен, сені ғана. Ауыл менен қала, галактикада ма, тілеген іздемей табыла ма. Сен жоқсың, табылмадым сені бірге. Сен жоқсың, бар болсаң қайдасың, сен кімсің, жүрсің қайда? Қайырмасын айтпай қоямыз. Аха. Бірден арымен қарай. Қазақ бекен өзі, Аха. ғажап бекен сөзі, түсер маған қашан оның көзі. Ей, мейлі таз болса да, ақша саз болса да, ер жігіттің көркі, оймен сана. Ал сен жоқсың, табылмадым сені. Сен жоқсың, іздемейсің мені. Менің бір сұрағым бар. Стоп. Аха. Сіздер Қоя тұрыңыз. қандай ортаға. жігіттерге жатасыздар екеуіңіз? Біз Қайсы ауыл мен қала? үйленген жігіттердің қатарындамыз. Сондықтан бізге қарамай ақ қой. Сондықтан сенде шанс жоқ. Және дәл қазір қайырмасын бүкіл алаң болып айтамыз. Бірақ көрдік қой. Бар ма екен Жоқ, шынында да? шынымен де Шымкентте бар деген рас екен. Шымкенттіктер, сіздерге рахмет. Және де бүгінгі мерекелеріңізбен. Көзің жетті ма Ерке? Шымкентте бар Көзім ма? жетті. Шымкентте бар. Шымкенттің жігіттері қайдасыңдар? Керемет. Ендеше қайырмасын. Барлығымыз бірге айтамыз, бірақ бұл жолы Шымкентте бар деп айтамыз. Кеттік. Сондықтан құрметті достар, егер Ерке өтірік айтпай қалған болса, сіздер бар деп айқайлап беріңіздер. Келістік қой? Кеттік. Сен жоқсың, табылмадым сені. Сен жоқсың, сен жоқсың, бар болсаң қайдасың, сен кімсің, жүрсің қайда? Бірге Алматыда, Астанада сені іздедім, үмітті үзбедім. Ақтөбеде, Шымқалада. Керемет, рахмет сіздерге. Шымқала, Ерке Есмахан, естеріңізде болсын. Шымқалада әрдайым
барлығы бар. Шымқала, бізде барлығы бар. Ба. Рахмет, жігіттер. Ауыл менен қала, көше менен дала, сені іздедім мен, сені ғана. Ей, ауыл менен қала, галактикада ма, тілеген іздемей табыла ма. Сен жоқсың, табамадым сені. Сен жоқсың, іздемейсің мені. Сен жоқсың, бар болсаң қайдасың? Сен кімсің, жүрсің қайда? Алматыда жоқ, Астанада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Ақтөбеде жоқ, Шымқалада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Қазақ бекен өзі, ғажап бекен сөзі, түсер маған қашан оның көзі. Ей, мейлі таз болса да, ақшасыз болса да, ер жігіттің көркі, ой мен сана. Ал сен жоқсың, табамадым сені. Сен жоқсың, іздемейсің мені. Сен жоқсың, бар болсаң қайдасың? Сен кімсің, жүрсің қайда? Алматыда жоқ, Астанада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Ақтөбеде жоқ, Шымқалада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Анда барам жоқ, мұнда барам жоқ, сені іздеймін, үмітті үзбеймін. Анда барам жоқ, мұнда барам жоқ, сені іздеймін, үмітті үзбеймін. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Ақтөбеде жоқ, Шымқалада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Қадірмен достар, негізі бүгін Шымкент қаласын тек қана қазақстандық эстрада жұлдыздары ғана емес, сонымен қатар жақын шетелден келіп жатқан керемет өнерпаз иелері құттықтағысы келіп отыр. Дәл қазір сахнаға кім шығады білесіздер ме? Ресейлік жұлдыздар. Керемет әншілер. Керемет жігіттер! Олардың ішінде біреуі Қазақстандікі. Екеуі Қазақстандық емес! Бірақ сонда да біздікі деп ұра саламыз. Қарсы алыңыздар. МБ! Ассалаумағалейкум, Қазақстан! Қошеметтеріңіз Толик, Артем және Никита немесе? Немесе Нұрлан, Ерлан, Бағлан. Мы в очередной раз в Шымкенте и безумно этому рады. Добрый вечер, друзья. Дорогие друзья, на самом деле группа M-Band настолько часто бывает в Шымкенте, что пора их называть Шымбенд.
Как вы на это смотрите? Надо посоветоваться с продюсером. Замечательно. Ну что ж, дорогие гости, мы знаем то, что вы часто бываете в Казахстане, и хотелось бы проверить, насколько хорошо вы знаете нашу страну. Толик у нас жил в Казахстане, вообще уроженец нашей страны, но тем не менее, я думаю, за это время вы успели познакомить своих друзей с нашей страной. Конечно, безусловно. Ну что ж, в таком случае, чтобы проверить все это, мы будем задавать вам вопросы. Вы должны ответить правильно. Готовы? Готовы? Поехали. Тайм стар! Ну что ж, поехали, ребята. Что такое корт? Курт — это такие соленые кругляшки. Неправильно, это казахский Рафаэлло. Так, едем дальше. Продолжите фразу. Казах без понтов? Беспонтовый казах. Нет, беспонтовых казахов не бывает. В Атырау говорят койшиш, в Шымкенте говорят койсай, а в Петропавловске... Перестань. Правильно! Продолжаем дальше. Что выберет казах? Лексус или диплом? 3-4. Лексус. Неправильно, казах выберет диплом, потому что диплом можно и Лексус купить, и квартиру купить, и коттедж купить. Дурспа? Продолжаем дальше. Так, едем дальше. Следующий вопрос. Что главное для казаха в жизни? Диплом. Неправильно. Для казаха главное в жизни жұрттар не айтады сол главное. Жұрттан ұят болмасын деп ғой бізге. Откуда в Казахстане взлетают в космос? С Байконура. Неправильно, из Чу. Это точно. Вы, мынау, это точно дейді ғой көкем. Жалғастырайық, келесі. Для желудка незаменим. Это что? Мизим. Нет. Қазғарта. Райское наслаждение это? Рафаэлло, да? Неправильно, булдахазгарта. Едем дальше. Тает во рту, а не в руках. Это? Курт. Неправильно, тоже Хазгарта. Самый гостеприимный город в мире. Шымкент. Ну что ж, дорогие друзья, мне кажется, достаточно знать этого в стране под названием Казахстан. Добро пожаловать в Шымкент! М-бенд! Ендеше құрмет достар, біздің керемет жұлдыздарымыз М-бенд тобын әндерін қарсы алыңыздар! М-бенд Казахстанда! Друзья, всем еще раз огромный привет. Давайте немного пошумим все вместе. С праздником вас, друзья! Шымкент, с днем рождения! Только, друзья, есть одно условие. Поем все вместе, всей площадью. Окей? 1, 2, 3, let's go! Окей, я снова был неправ, а ты решила верно, наверное. И мне не стоит больше ждать. Что? Oh, yeah. Но я перед тобой стою, и непонятно, что ловлю. Я просто не могу уйти, я тебя люблю. Шымкент! Сильно она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик, и я надену ей кольцо на пальчик. Один мой друг мне дал совет: поищи другую, такую. Вечно любви на свете нет, и твоя пройдет, и твоя пройдет. А я в ответ ему молчу, а я убить его хочу. Но любую боль перетерплю, ведь я Шымкент люблю. Шымкент, а вы любите нас? Кайсина! Она вернется.
надену ей кольцо на палец. Еще она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она захочет, и я надену ей кольцо на пальчик. И я надену ей кольцо на пальчик. Она вернется по-другому, быть не может, нет. Она ведь придает моему полу свет. Столько с ней медали, пошумим и поскандалим. Оба с одного металла, два ребра одной медали. И я буду ждать, как они сесть на свою Пенелопу. Неважно, сколько я люблю, а значит нет стопа. Она услышит, мне поверит, и она простит. Она вернется, и кольцо на пальце заблестит. Она вернется, она вернется. Она мне ночью заменяет. Вместе с нами, друзья. Она услышит, она заплачет, и я надену ей. Она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. И я надену ей кольцо на пальчик. С огромной искренней любовью группа МБН специально для тебя, Шымкент! С праздником! С днем рождения! Спасибо! Қошеметтеріңіз МБ тобы! МБ арнайы қала күні үшін Шымқалада бүгін сонымен құрметті достар, Шымкент қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай, достар? Шаршамадыңыздар ма? Жалғастырамыз ба? Естілмейді! Жалғастырамыз ба? Құрметті достар, енді қызықтаңыз бағдарламасының ең сүйікті айдары ол «Мен алдандым» айдары. Дәл қазір экранда осы «Мен алдандым» айдарының белгілі бір сюжеті көрсетіледі. Ол Шымкентте түсірілген кеше ғана. Жалпы бұл жолы біз «Мен алдандым» айдарында Шымкентке келгеннен кейін белгілі бір әнші немесе жұлдызды актерді алдаған жоқпыз. Біз, яғни бүгінгі кештің басты кейіпкері, басты жұлдызды Шымкент қаласының тұрғындарын алдаған болатынбыз. Я, құрметті достар, негізінде шымкенттіктер кез келген адаммен тіл табыса алады. Дұрыс па? Шымкенттіктер кез келген адам көмек сұраса, қол ұшын беріп көмектесуге дайын. Дұрыс қой? Тіпті ол адамның тілін білмесе де тіл табыса алады. Дәл осы тұжырымды, құрметті достар, қызықтайыз бағдарламасы дәлелдегісі келді. Ендеше экранға назар аударайық. Қызықты эксперимент. Мен алдандым, Шымкент қаласы. Кеттік. I'm right now in Shymkent City. Мен қапқарашқаң бірачқысымын дейді. Help me because I don't know this city. I want Мен to hustle. ағылшын тілін білмеймін, бірақ мен ағылшын тілінде қазір көмек сұрап көрем дейді. Маған көмектесем екен, тексеріп көрейік дейді. Oh, do you know Alpha Square? Huh? Alpha Square. Alpha Square. Так. Прямо. Светофор. Светофор. What is sветофор? Huh? Светофор, здесь все yellow, green, вот светофор, дорога. What that? This? Да, Светофор? Направо. Straight? Стрит до Yeah. конца и потом направо. I go to right? Да, right. Straight? Пока прямо идет и потом поворачивайтесь сюда. Alpha Square. How can I get there? Рамстор? Alpha-Rabi. Аль-Фараби? How can I get there? I want to buy some stuff there. Аль-Фараби? Alpha-Rabi Square. How can I get there? РУВД или Аль-Фараби улица? Alpha-Rabi. Straight. Straight. Alpha-Rabi. Аль-Фараби хайрды, зачем? No. Аль-Фараби? Alpha-Rabi Square. Скорый? Square. Alpha-Rabi Street. How can I get there? What? Автобус.
What? Al-Farabi Square? Al-Farabi bus? How can I get there? Al-Farabi... Al-Farabi Street? How can I get to Al-Farabi Square? Al-Farabi Square? What? Yeah. I don't understand. It takes 15 minutes like this. You can to left. To left? After 300 meters to right. And After 500 meters. Where are you from? Well, I'm from Nigeria. Okay. Nice to You meet can you. use. Прямо и направо. Okay. Фото, селфи. Селфи. Yeah, you go the taxi. Taxi? Yeah, 300. Taxi. 300. Okay. 3. Thank you. Where do you come from? Yeah, I come from Nigeria. Nigeria. Yeah. What? Al-Farabi Square. Al-Farabi Square. Қанша сөйсің бе? Кішкене Square. Кішкене онда. Кішкене алға жүрсің, солға дұрыс емес пе? Сол жақ. Осы жерге ғой. Рахмет бауырым. Это шоу. Бәрекелді достар, қошеметтерге! Шағын алды операциясы. Шымкент қаласының тұрғындарымен. Кәні, әлемдегі ең керемет, ең барлығымен тіл тамсалатын қаланың тұрғындары қошемет! Құрметті достар, біздің әнді кешіміз әрмен қарай жалғасады. Келесі сахнаға шығатын қонағымыз. Тағы бір біздің керемет әуенді қонағымыз, қарсы алыңыздар, арнайы осы кеште Шымкент сахнасында Дана Кентай. қарсы алыңыздар! Сәлем Шымкент! Қала күні құтты болсын! Айтшы неге алыстадың менен? Сөзім қайда біздің тілек бірге деген? Жүрегімді қинап, тағы да мұң сыйлап кеттің. Қаншама күн сеніп,
екен. Жақсы өткіздіңіздер мерекені. Көп рахмет сіздерге, мен сіздерді жақсы көремін. Мә, Дана Кентай. Мына жақтың барлығын билетіп жатсың ғой сен айналайын. Құрметті достар, негізінде Шымкент қаласы ең мейірімді. Бұл қалада ең мейірімді, ең эмоциясы жарқын адамдар тұрады деген аңыз бар. Шын ба сол? Әрдайым пейілдері кең, көңілдері ашық, үнемі өз сезімдерін білдіруге дайын адамдар екендігі рас па? Соны барлығымыз бірге дәлелдейміз. Құрметті достар, мінекей мына отыру секторында камералар жүр. Міне, крупна екі адамды көрсеткен кезде, өзіңізді көрсеңіз, мінекей екі адам тұрған кезде, бұлайша айтқанда киіз камера. Егер камерада бір-біріңізді көріп қалсаңыз, әкел бетті деп беттен сүйіп алу керексіздер. Келістік па? Сонымен кетті. Экранға назар аударамыз. Егер өзіңізді көрген болсаңыздар, бірден бетінен, қасыңызда тұрған адам бетінен сүйіп алуыңыз керек. Сонымен алғашқы рет қызық тас бағдарламасында әкел бетті Айдара. Кетті. Браво! Браво, қошемет! Міне, мына екі адам кәні. Опа! Байқаңыздар. Кетті, келесі. Кетті. Ой, молодец, браво. Келесі. Әне. Кән. Бәсекеде түскен бала ғой. Келесі. Тағы. Бәрекелді. Тағы. Кәні. Ойбай. Кәні, тағы. Опа. Мә, саған. Танысаңыздар да, танымасаңыздар да сүйе беріңіз, кәнеке. Мә, төртеу бірден. Кәні. Аға, давай. Қара қалай тапқырлық танып кетті. Көке, галстукта, көке. Қайтырмасыңдар, қайтыңдар. Жоқ, қой. Құшақтай салыңдар бір-біріңді. Енді бір әрекет жасаңдар енді. Братан деп құшақтап қойса енді. Ой, молодец. Тағы. Опа. Үйді. Бір әчкі молодец. Міне екі қыз. Кәні. Уй, молодец. Кәні. Әпше, давай. Әпше, снеги. Кәнеки. Әпше. Бүкіл Шымкент сіздерді күтіп отыр. Давай. Сораймыз. Тамаша, келіс. Ой, кәні. Сіздерді көрсет, кәні. Еңкейме, отыраса қандайса. Папа көріп қояды деп тұрылып атыр ғой. Не бар жейт тұрсы, сүйсеңші. Тәтел сүйіскісі кеп тұр екен. Топырлаған 5-6 адам бір-бірімен сүйсе беріңдер, кән. Кеттік. Молодец, жалғастырамыз. Кетті. Капюшондағы бала. Қасындағы жігітті. Жай, ойнамайтам. Қой, болды. Қоя сал. Байқамай қалды. Бағанан бері күткен ғода. Мәні, молодцы. Мәні, тамаша. Қандай керемет шабалақтарыңыз. Так. Анау құлағын... Ай, баланы абылымға жібердің ғой. Таныс болсаңыздар да, болмасаңыздар да, лебіздеріңізді білдіріңіздер. Мұна қыз қасты өлтір жерді енді. Мұна қараса. Ой, екіге бір... Градусчица тек... Двойной удар болды ғыну. Мә, деді ғой. Настроение пайда болды. Иығын емес, бетін әпше. Иығын не қылас? Деп мұрын сүртіп алған сияқты оны. Кетті, әрмен қарай. Тағы. Кім? Мамам көріп қояды деп тұғылып атыр ғыну. Кәні? Тармай істетпесе, артыға қарасай, жан-жағын қарасай. Ялма, давай. Қолдайық. Анау, сол жағына қыз сүймейсің. Анау, сүйіп кетейін деп тұр ғой. Болмай қалды. Бер қараңыз. Міне, енді сүйіңіз.
ойбай деді ғой. Келесі. О, кәнеки. Е. Мінекеки, неткен махаббат, әдем жарасымды жұп, қошеметтеріңіз. Давай, брат. Кеп кедегі бала. Мамам көріп қояды. Аблам болады, бері кел, бетті кел. Бетті келі. Сүйгізсеңші енді күтіп тұр қой. Братан, давай, братан. Аға, Өйді, милицияға ұратыр ол етті. аға, шансызды жібермесеңші. Болмады. Кәні? Не тұғылған ес? Тұр, көріп тұрмыз бәрім сен. Молодец мен. Болдың негізі қызы бар, басқа қызбен кеп тұр ғой, походу. Қошеметтеріңіз, біздің жаңа Айдар, бетті кел Айдары. Менің ойымша керемет сәтті орындалған сияқты. Сіздерге ұнады ма? Қызық Таймс! Мен сені! Біз де сіздерді сүйеміз, құрмет достар, біздің кешіміз әрмен қарай жалғасады. Дәл қазір сахнаға келесі өнерпазымыз шыққан кезде бүкіл мына 20 мыңдық алаң менің ойымша билеп кетеді. Билеп қана қоймай аспанға қарап Қарайта жұлдыздарды санап кетек. Сонымен құрмет достар, қарсы алыңыздар! Сахнада Абай Беге! Ассалаумағалейкум, Шымқала! Мереке құтты болсын баршаларыңызға. Шымқала жасай берсін. Көңілдірек, естілмейді! Келбетіңе таң санам, жұлдызбысың аймысың, бар сұлулық тән саған, қалықтаған аймысың. Салтанатты әнімен аралаймын гүл бақты, сүйдім сені жаныммен, шырындайсың бал тәтті. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Шымқала көңілдірек, мереке құтты болсын. Кермаралда елесің, жаутаңдаған көзіңнен, махаббаттың кемесін араласам өзіңмен. Келбетіңе таң санам, жұлдызбысың аймысың, бар сұлулық тән саған, қалықтаған аймысың. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Тамаша, құрметті Шымқала тұрғындары, мерекелеріңіз құтты болсын. Шымқала! Көңілдірек бірге! Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым.
сүйемін мен сені қалаймын. Мереке құтты болсын! Абай Бегей! Шабалақтап қойып. Рахмет, рахмет. Тамаша. Керемет, керемет. Молодец міне. Көрдіңіздер, құр қол келіп, гүлмен кетіп баратыр. Не деген пайдақор әнші десеңші. Құрметті достар, кешіміз жалғасуда. Опана. Опна. Мына жерде біреу тамақ жасайын деп отыр ма? Құрметті достар, естеріңізде болсын, егер сахна төріне тақырбас жігітке барабан қойса, Демек, кеш ерекше форматта жалғасады деген сөз. басқа жерде жоқ форматта өтеді деген есеп. Ешкім көрмеген форматта жалғасады деген сөз. Және ең бастысы, ең көңілді форматта өтеді. Құрметті достар, қарсы алыңыздар сахнада формат тобы! Кеш Қош жағы! өтіңіз! Қайырлы кеш. Ассалаумағалейкум, Шымкент. Көңіл келеріңіз қалай? Бірге айтып көреміз ба? Сезім сиқырлы. Ол жүректегі мәңгі әлемді махаббат текпін. Бәрекелді. Билейміз ғой, ә? Билейміз. Бүгін суық қой. Шымкент. Жылмамыз кетті. Ғажайып шекіне баға асыл әлі, жасыл әлі. Тағдырыңды қорғайды махаббат қана. Атымызда ама жоғар, атымызда сан белес. Жетелеген аялы арман дебіз. Көңіліңе шалқып күй, жүрегіңден оқтыру. Махаббат пен сезіммен әлемді шын сүйе. Сезім сиқырлы ғалама. Ол жүректегі шапағат мәңгі әлемді қорғайды. Махаббат тек бәк махаббат. Шымкент, махаббат. Махаббат, Кәнекей бірге айтып көреміз. Норма. асыл әлі. Керемет. Атымызда арман жоғар, атымызда сан белес. Жетелеген аялы арман дебіз. Көңіліңе шалқып күйна, жүрегіңнен оқтыру. Махаббат пен сезіммен әлемді шын сүй. Сезім сиқырлы ғалама. Ол жүректегі шапағат мәңгі әлемді қорғайды. Махаббат тек бәк махаббат. Мерекелеріңізбен туған күндеріңіз құтты болсын. Қалаларыңыз көркейе берсін. Біз сіздерді жақсы көреміз. Үлкен рахмет сіздерге. Көңілден
Aramızda armağan, aramızda sabırlıyız. Cüdeleyen ayala armadırız. Көңілімде шаңқы күй, жүрегімде лапаны. Махаббатпен сезіммен әлемді сұрсың. Қалеке қайдасың? Естір мені! Шымкент! Сезім сиқырлы ғаламат, ол жүректегі шапағат. Мәңгі әлемді қорғайды, махаббат тек пәк махаббат. Сезім сиқырлы ғаламат, ол жүректегі шапағат. Мәңгі әлемді қорғайды, махаббат тек пәк махаббат. Махаббаттың мәні мәңгі болсын. Шымкент, Көп біз сіздерді рахмет. сүйеміз. Қызықтаймыз мен сені. Қызықтаймыз мен сені. Құрметті достар, көп сөйлеп созбайық. Сахнада жай ғана Қайрат Нұртас! Шырайлы Шымкентім, ассалаумағалейкум! Қош келдіңіз, Қайреке. Шымкентке бір-екі ауыз лебізіңізді білдіріп жүрсеңіз. Әрине, мен негізі бөлінгенді жеп көрем, бірақ өзімнің туған елім, туған жерім, Шымкентім әрқашан осындай биіктен көріне берейік. Бақытты бола беріңіздер, отбасыларыңызға береке, мереке құтты болсын дейін білет баршаңызға. Рахмет! Бәрекелді, құрметті достар. Бірер уақыттан соң біздің Қайрат өзінің керемет махаббат жайлы лирикасын, жырларын төкпек осы сахнада. Бірақ Онымен қатар біз патриоттық тақырыбында керемет әндері бар екен білеміз. Иә, біздің Қайраттың барлық тақырыпта әндері бар, бірақ дегенмен бір сұрағымыз, Қайрат кішкентай кезінде қандай әндер айтты? Кішкентай кезде әндер көп тұғын. Жаңа жылда айтатын әндері бар. Енді есімде қалып кеткен. Аю отырып партада, екі қолы қалтада. Апай сабақ сұраса. Ол менің де ең сүйікті өлеңім ғой негізі. Мен сендерге бір құпияны ашайын, ол менің де ең сүйікті өлеңім. Иә? Білесіздер ма бұл өлеңді? Барлығы біледі. Бірақ мынандай бір әділетсіздік бар, Қайрат. Барлық өлеңдердің музыкасы, яғни әуені әні бар, ал дәл осы Аю отыр партада атты хит тақпақтың музыкасы әуені жоқ. Әділетсіздік қой. Әділетсіздік. Дәл қазір, Қайреке, сізбен шағын эксперимент Заратуштра бэндтің көмегімен дәл осы Аю отыр партада өлеңіне әуен тапсақ. Қалай қарайсың? Болады. Яғни басқа әуендерде бұл өлең қалай көрінеді екен? Көрсек қалай болады екен? Болады. Көреміз ба? Құрметті достар, толық импровизация. Қайрат Нұртас. Аю отыр партада. Майкл Джексон, кеттік. Майкл Джексон. Майкл Джексон. Аю отыр партада, екі қолы қалтада. О қалтада, Екі қолы қайда? апай сабақ сұраса, ұйықтап қапты масқара. Рахмет. Ай, отыр. Браво! Бәрекелді! Керемет. Тоқтатпаймыз. Біздің Қайрат қалаптан Майкл Джексон болып кете салады екен, Қошеметтеріңіз достар, сонымен келесі жаздың хитіне айналған Деспаситоға қосып көрейік. Соған салып көрейік, кәлекей. Қалай бастап береді? Аю отыр партада, аю отыр, оның екі қолы қалтада. Аю отыр партада, апай
сұраса аюдан. Аю отыр партада, Шымкент. Аю отыр партада, екі қолы қалда. Рахмет. Бәрекелді құрметті достар. Қошеметтеріңіз керемет болып жатыр. Шымкент, қайдасың? Құрметті достар, Поддержка қайда, поддержка. толық импровизация. Жалғастырайық, келесі әуен рэп стилінде болмақ. Рэп болсын. Көрейік мен, қандай? Доктор Дре, МС Қайрат, Қайрат, Жетсек 52. Come on. Шымкент, Шым Сити, қайдасыздар? Жетсек 33 Түркістан. Аю отыр партада, екі қолы қалтада. Апай сабақ сұраса, ұйықтап қапты масқара. Аю отыр партада. Отыра өледі екен ол. Жастапамның аулына барып едім қыдырып. Еураза біз шығамыз алға. Қазақ саспа, ешкімнен қорқпа. Қазақ деген сөз, қара шаш, қара көз. Сенбесең сұрақ. Дайыз. Рахмет. Тамаша. Қандай бір жағдайға салмаса барлығынан шығып кетіп жатыр. Қайрат, молодец. Қайрат, Дұрысынан түсінесіздер ғой енді. менің ойымша бұл нағыз тапқырлық. Келісесіздер ме? Ендеше тағы да біздің Қайратты сынап көрейік. Бұл жолы оңайырақ болатын сияқты тапсырма. Аю отырып партада, Алматының түндері. Алматының күндері әні. Көреміз ба? Көреміз ба? Түндерін ай, Алматы Шымкентімнің. Түндерін ай, Шымкент. Ай отыр партада дейді, екі қолы қалтада. Апай сабақ сұраса дейді, ұйықтап қапты масқара. А дейді, б дейді, б дейді, ырға тілі келмейді. Аю отырса партада дейді, ұйықтап қапты дейді масқара. Аю отыр партада, екі қолы оны қалтада. А дейді, б дейді, ырға толы онын келмейді. Браво. Қошеметтеріңіз. Облыста осы сөздермен шығару керек еді ғой сәнді. Қошеметтеріңіз Қайрат Нұртас. Рахмет, Керемет Шымкент. импровизациялық ойында. Құрметті достар, дәл қазір біздің Қайраттың нағыз тапқыр өнерпаз екенін дәлелдедік. Ал сіздердің қалауыңыз бойынша Қайрат өзінің дәл қазір керемет әнін орындамақ. Байқа! Қарсы алыңыздар. Қайрат Нұртас! Қолымы жоғарыласамыз, Шымкент. Қайдасың ағайындар? Хей! Байқа! Бірге, шап! Бірінші оңжа қайда, кет бірге. Сіздер. Сенімен ойнап жүріп байқа. Өзі де өзгерді ойлап жүріп байға. Бірге! Бағалай біл мені, қаламаймын сені, елмеге боп өтуіңді жаттың. Бағалай біл мені, аялаймын сені, мәңгі бақи бақытымда бақтың. Бірге! Көрінбейсер қайдастыр. Тағы да сіздер. Сөзіммен күн сыйлайды ойға. Сол ісіммен алдайды арбайды ол байға. Бірге! Бағалай біл мені, қаламаймын сені,
Aldam жүрім байға Шымкент Алдам жүрім армап жүрім байға Тарам жолғы аяғын басамда Адасып қап жүрме бәрі байға Түсінеген дұлап жүрегіңді тыңдап Сыңар тауып сезімді жайға Түсінеген дұлап жүрегіңді тыңдап Сыңар тауып сезімді жайға Рахмет! Қайрат Нұртас, қошеметтеріңіз. Ендеше құрметті достар, қарсы алыңыздар мерекелік той! Шымкент! Happy birthday to Шымкент! Бәріміз бірге туған күнің менен Туған күнің менен Туған күнің менен Шымкент Туған күнің менен Енді барлығымыз бірге үрлейміз! 1, 2, 3! Енді бүкіл алаң болып туған күніңмен әнін айтып көрейік, е? Yeah. Кеттік! Туған күнің мен Шымкент Туған күнің мен Браво! Туған күнімен Шымкент! Қошеметтеріңіз достар! Бәріміз телефонымыздың жарығын жағайықшы. Құрметті қазақ елі. Есте қалсын бұл күн. Жаса Шымкентім, жаса қазақ елі. Хей! Тағы да! Туған күнімен Шымкент! Жас қосылып, соңында жолмен айқалар. Ақ тілекпенен басыңа бақыт байланар. Құшақ толып гүлге, жақындармен бірге әр жыл сайын ай тойланар. Қызық сауық сайрам, көңіл шат мәз мейрам, мерекеге бұл күн айналар. Бүгін сенің туған күнің, зор денсаулық тілеймін, бақытты өмір сүргін, жанымда болсын деймін, ашар көңіл сырың, жан серігің. Бүгін сенің туған күнің, аман болсын ата-анаң, тарту еткен ғұмыр, әр күніне жаратқан, төксін шуақ нұрын, ойнап күлгін. Толқаттасып, қуаныш кернеп тұр жаным, арасында дос-жарым туыс туғаным. Әнмен жыры бие, жалы сөзбен сыя, кіргізер сәнін думанын. Есіңнен кетпейтін, еш нәрсе жетпейтін, ең бақытты күн туған күн. Бүгін
Құрметті достар, қайрат нұртас, Шымкент туған күнімен. Қадірмен достар, өкінішке орай бүгінгі қызық әнс бағдарламасының арнайы саны өз соңына жетті. Бірақ бағдарлама бітпес бұрын біз жалпы сіздерге, жалпы Шымкент қаласына үлкен алғысымызды білдіреміз. Шымкент, рахмет! Сіздерге көп рахмет, осылай бізді қолдап, алаңға келіп, бізбен бірге көңіл көтергендеріңізге шын жүректен сіздерге Қызық Таймс бағдарламасының ұжымының атынан үлкен рахмет. Сіздерге ұнады ма? Тағы келейік пе? Ендеше құрметті достар, бір жылдан кейін дәл осы сахнада хабар арнасында Шымкент қаласында кездескенше Қызық Таймс бағдарламасының және Шымкенттің ең мықты, ең көңілді, ең тапқыр, ең керемет жандармен қауыштырған хабар арнасына және де Шымкент қаласының әкімдігіне үлкен рахмет. Құрметті достар, хабар арнасы әр жексенбі сайын Қызық Таймс бағдарламасы еліміздегі ең көңілді, ең мәдениетті, ең әдемі бағдарлама. Қызық Таймста сіздермен бірге барлығын қызықтайық. Қызық Таймс, қызық уақыт, уақытты қызық өткізейік. Сіздермен бірге болған Марат Оралғазин, Мырзабек Еркебұлан, Қызық Таймс бағдарламасының ұжымы. Келесі кездескенше Шымкент. Сау болыңыздар, Шымкент! Хабар арнасы, рахмет!